Hello everyone, today we work exercises on page 72 and 73. Сәлем достар, біз бүгін 3-ші сынып ағылшын кітабының 72 және 73-ші беттегі тапсырмаларды орындаймыз. First, my day. Listen, read and match. Мәтінді оқып, қарамен берілген сөйлемдерді суреттерге сәйкестендіріп белгілеп шығамыз. Алдымен мәтінді оқып аударып аламыз. Hi, I am Jake, and this is my day. Сәлем, мен Джейк, және менің күнім. I get up at 7:15 every morning and have breakfast. Мен күнде таңертең 7-ден 15 кеткенде оянып, және таңғы асымды ішемін деді. Then I go to school. Сосын мектепке барамын. I usually ride my bike to school. Мен мектепке әдетте велосипедпен барамын дейді. In the afternoon, I always do my homework. Түскі уақытта мен әрқашан үй тапсырмаларымды орындаймын дейді. Then, at 5:30, I go to the gym with my dad. Сосын, сағат 5:30-да мен әкеммен бірге спортзалға барамын дейді. At 7:30 in the evening, I have dinner with my family. Кешкі уақытта сағат 7:30-да мен отбасыммен бірге кешкі асты ішемін дейді. Then, I sometimes watch TV or listen to music. Сосын мен кейде теледидар көремін немесе музыка тыңдаймын дейді. I go to bed at 9:15. Мен 9-дан 15 кеткенде ұйықтаймын дейді. That's my day, and it's always a happy one. Бұл менің күнім, және ол әрқашан бақытты дейді. Енді қарамен берілген сөздерді суреттерге сәйкестендіріп белгілейміз. Бірінші, I usually ride my bike to school. Мен әдетте мектепке велосипедпен барамын. Ол C варианттағы сурет. Келесі, I go to the gym with my dad. Мен әкеммен бірге спортзалға барамын дейді. Ол E варианттағы сурет. Үшінші, I go to bed. Мен ұйықтаймын. Ол B варианттағы сурет. Next, complete the sentence with and or but. Сөйлемдерді and немесе but қойып толтыр дейді. And дегеніміз және, but дегеніміз бірақ деген сөз. Бірінші сөйлем. I get up at 7 and have breakfast. Мен сағат 7-де оянып, және таңғы асымды ішемін дейді. Бұл жерде and қойылған. Екінші. This is Ulan and this is his sister. Бұл Ulan және оның қарындасы дейді. Келесі. Dana likes baseball and ice hockey. Дана бейсбол және хоккейді жақсы көреді дейді. And қойып жазамыз. Келесі. Берік likes badminton but he don't play it. Берік бадминтон жақсы көреді, бірақ ол оны ойнамайды дейді. Бесінші сөйлем. We want to play football, but we haven't got a ball. Біз футбол ойнағымыз келеді, бірақ біздің допымыз жоқ дейді. Алтыншы сөйлем. Let's go home and have lunch. Қанеке үйге барайық, және түскі асымызды ішейік дейді. Бұл жерде talk with your friends, then write about your day. Досыңмен сөйлесіп, өзіңнің бір күнің туралы жаз дейді. Бұл мәтін сияқты, бұл бала өз күнін жазған, сол сияқты сендер де өз күндеріңді жазасыңдар. Next, let's sing. 24-ші тапсырма ән берілген әнді тыңдап бірге айтамыз.
Әнді тыңдап алдық, енді оқып, аударып шығамыз. It's a green day, it's a clean day. Бұл жасыл күн, бұл таза күн. It's a new day today. Бүгін жаңа күн дейді. I like helping my planet. Let's show them the way. Мен өзімнің планетама көмектескенімді ұнатамын дейді. Қанекей оларға жол көрсетейік дейді. Let's paint a new tomorrow with colors bright and new. Жаңа ертеңгі күнді бояйық дейді. Жаңа және жарқын бояулармен дейді. I like painting a new future, and I know you like it too. Мен жаңа болашақты бояғанды ұнатамын дейді, және де мен білемін, сен де ұнатасың дейді. It's a green day, it's a clean day. Бұл жасыл күн, бұл таза күн. It's a new day today. Бүгін жаңа күн дейді. I like planting my dreams. Let's show them the way. Мен өзімнің армандарымды орындаймын. Қанекей оларға жол көрсетейік дейді. Next, келесі тапсырма 25-ші. What did Lily and Daisy do on green day? Match and say. Lily мен Daisy жасыл күні не істепті, соны айтып белгіле дейді. Бұл жерде суреттер берілген, ал мына жерде сөйлемдер берілген, екеуін сәйкестендіріп белгілеп шығамыз. Ең бірінші велосипед тұр. Rode their bikes. Олар велосипедтерін тепкен. Екінші суретте пикниктің суреті тұр. Демек, И варианты had a picnic. Үшінші суретте парктың суреті тұр. Демек, бұл жерде B вариант jogged in the park. Паркте жүгірді дейді. Төртінші суретте гүлдердің суреті тұр. Демек, D вариант planted some flowers. Гүлдерді отырғызды дейді. Бесінші суретте тазалайтын құралдар тұр. Демек, бұл A вариант cleaned their classroom. Олар өздерінің сыныптарын тазалады дейді. Осымен бүгінгі тапсырмаларымыз аяқталды. Каналыма лайк басып, подписаться етуді ұмытпа. Goodbye.